Фаршқа біз ақ жүгері араластырамыз. Ақ жүгеріні 20-25 минут боқтырып алғаннан кейін фаршқа араластырып қосамыз. Менде ақ жүгері болмағандықтан ақ жүгері қоспадым. Ол кейбіреулер күріш қос. Үй домашний жағдайда, үйде піскен кезде әсіп, бұжы, әркім әрқалай айтады, солған байланысты күріш қосып жіберуге болады. Ал бұлда ақ жүгері араластырса, дәмі өте тамаша болады. Ұлтабар деп неге атын қойған? Ұлтабарды бізде ұлттық тағамдарының бірі, қойдың, малдың ішек қарындарының бір түрі ұлтабар. Ұлтабарды біз жақсылап жуып аламыз. Жақсылап жуып алғаннан кейін ішіне фарштарын салып, дайындап, табаға пісіріп, қызартып алып, 1,5-2 сағатта аламыз. Оны суға да салып пісірсек болады. Салқын суға салып, ішіне дәмдеуіштерін салып пісіруге де болады. Ет асқан кезде де қосып салуға болады. Ал енді бұны көбінесе біздерде келін түсіп жатқан үйде құдалықта тартады. Арнайы осылай пісіріп. Мен қазір бұны үлкен малдың ұлтабарымен дайындап пісірдім. Ал арнайы құдалықтарға дайындап пісіретін болсаңыздар, қойдың ұлтабарын алып жасаған дұрыс. Бұл жерде қойдың ұлтабарынан ұшағын келінге жегіздіртеді. Отпен әкеліп, отың сөнбесін, ұлды бол деп ырымдап береді. Қалғанын құдаларға ауыз тигіздіртіп шығады. Ұлтабарымызды табаға салып алғаннан кейін бетін фольгамен жақсылап жауып, 1,5 сағат духовкаға саламыз. Духовкадан кейін 1,5 сағат болды дегенде бетіндегін алып, 10-15 минут қойып, бетін қызартып аламыз.